Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Мұрат. Бүгін хит сатылымдағы шайнамаз жиынтығын бірге жасап үйренеміз. Шкатулкаге керек құралдар: ең бірінші ағаш, балға, шеге, міндетті түрде линейка, пластика губка, ыстық клей, степлер, отвертка, канцелярский нож, жұмсақ линейка, майда шуруптар керек болады топсаны қатырғанға. Замок, екі кішірек топса керек болады, және ножкілер. Бүгін ақ матадан жасаймыз. Матаның түрі турецкий велюр, ені 2/40. Толық шкатулканы жасауға шайнамаздың чехолдарына толық 1,5 метр кетеді. Және де фанера керек болады. Шкатулканың астына үстіне қатырғанға. Губка, поролон, яғни оның ені қалыңдығы 0,5 сантиметр. Енді ағаштың ені 10 сантиметр болады. Шкатулканың астыңғы бөлігі шкатулканың ұзындығы 33 сантиметр қылып кесеміз. Және шанын 23 сантиметр қылып кесеміз. Қораптың сонда размері және үстінің ені 4 сантиметр. Оның да енін 33-те 23 қылып кесеміз. Осындай түрде қорап шығады. Ал енді осы қорапты шегелеп бастаймыз. Қорабымыздың негізгі каркасы дайын. Қорабымыз енді тік болып шығу үшін диагоналін есептеп аламыз. Яғни бір-біріне қарама қарсы бұрыштары 1 сантиметр болу керек. Былайынан 43 сантиметр, мына жағынан да 43 сантиметр шығу керек. Енді үстін өлшеп қараймыз. Былайынан 43 сантиметр, былайынан да
43 сантиметр шығу керек. Енді қорабымызды қойып бірдема қарап аламыз. Және де қорабымызды түзеген кезде артық тесіктері болса, шеллері болып жатса, ондайдың астық клеймен арасын толтырып береміз. Енді қораптың аст үстіне фанерін өлшеп кесіп аламыз. Енді мына біздің дайын қорабымызға губкіден кесіп аламыз. Ең алдымен астына кесеміз. Астының өлшемін поролонын шайып, шкатулканың енімен бірдей қылып, яғни 10 сантиметр қылып, бірінші сызып аламыз. Енді астыңғы қорапқа тек қана бізге жанына ғана керек болады, астына керек емес. Осылай болады. Енді келесісі үстіне керек болады. Үстіне енді өлшемін шанына, үстіне бірге қоса кесіп аламыз. Ең алдымен бөлек емес, бірге кесіп аламыз, шанын өлшеп. Жаңағыдай сызып аламыз.
Енді осыны осылайына кесіп аламыз. Және бізге енді үстің қабаты жұмсақ болу үшін және көтеріңкі болып тұру үшін біз енді бір қабат емес, екі қабат саламыз. Оны үстіңгі шкатулканың үстіңгі бөлігімен бірдей қылып кесіп аламыз. Ал енді бірінші қабатын саламыз, бірінші қабат жатады. Содан соң үстіне екінші қабатын саламыз. Сонда екінші үстінде тұрғаны барлық астына, жаңа екі жанына толық жетіп тұру керек. Сонда үстіңгі қабаты жұмсақ көтеріңкі болып тұрады. Ал астына тек қана жанына ғана саламыз, астына салмайтын боламыз. Болды, енді келесі жұмыс бізде вышивка жасау. Кеттік ал.